Sen kayda bolsang men sondaman. Bilemez eylerim orundalmadı. Solduktan soňky sätde men seni süýem. Men seni süýem. Eger elim kıyrasa men seni men birge. Men ешімдікті жақтырмаймын. Америкада оқыдым деді ме? Иә. Түріңе қарасам, құрдасым секілдісің. Сендерден үлкенмін. 90-шы жылғы емес шығарсың енді. 5-ші жылғымын. 3-ші сыныптан кейін Америкаға кетіп қалдық. Айттым ғой, почти құрдас екенбіз. Иә, почти. Триллиондаған жылдарды есептемегенде. Ондай сұлу неге бір бұрышта отыр екен? Көңіл көтермей. Мен ұшуды ұната білмеймін. Олай болмайды. Оны түзелеу керек. Қалай? Сені биге шақыру арқылы. Менімен билегің кетті ма? Иә. Ол менімен билейді. Сен кімсің өзі? Назгүлді бірінші болып биге шақырған менмін. Ал мен сұраған жоқпын. Мен айттым, Наз менімен билейді деп. Мүмкін оның өзі шешер. Наз. Мейлі. Менің бақытым бәрібір өзгермейді. Сені кезбейтін шығарсың деп ойлаған едім. Ұнамаса мен әлгі жігітке ұнамайды деп кім айтты? Ал мен билей алмаймын десемші? Ештеңе етпейді. Біреуіміз білсек болады емес па? Сен не білесің бе? Маған сен. Беріште мен билеп тұрған сен емеспін. Бұл түсім бе? Әлде өңім бе? Бұл түс емес. Мен түстің не екенін білмеймін. Бірақ та бұның шындық екенін. Тоқта, ол не? Адам кейпінде де ойымды оқи ала ма? Қандай кейіпте болсам да мен күшімді жоғалтпаймын. Доғар енді. Неге? Бәрі мені осындай сымбатты жігітті дуалап алды деп ойлайтын шығар. Ай. Бұл сенің өмірің. Өзгелердің емес. Өзіңнің қалауыңды жаса. Неге? Оған бүгін не көрінген өзі? Кеш саған ұнап жатқан секілді ғой. Сен масайып қалғанбысың? Наз.
Наз, мені естіп тұрсың ба, есін жи. Азамат, ол қайда? Ал сен қарап отырмайды екенсің. Не айтқым келіп тұрғанымды түсінбедім. Неге ақымақ болып тұрсың? Сен жаңа ғана менің алдымды орап кеттің. Енді тағы солай сен болса, сол минут сенің соңғы деміңді жұтқан минутың болмақ. Егер Назға саусағын ұшы тиетін болса, онда сол секундта сен тозақ отында күлге айналатын боласың. Сені өзім үйіне апарам. Жоқ. Сен маған келмейсің. Не? Сен менің сезімімді аяға сүйедің. Наз, біз бұл мәселені шешкенбіз. Мен сенің досыңмын. Неге сонша байланып қалдым? Маған қарамайтын мына көзің емес, әлде маған тиесілі емес, жүрегіңе ме? Әлде мен мүгедек ауру болғаным үшін екен, а? Наз, мен мүгедек болмағанымда жауабың қандай болар еді? Айтсын. Қандай болар еді? Naz. Аса менің аса. Саған не болған өзі? Масайып қалған көрмей тұрмысың? Жасман, мен ішетін адам емеспін. Мен мас емеспін вообще. Онда кімсің? Мен кіммін? Аса, мен кіммін? Сен Назгүлсің. Алихан. Жоқ. Досым, саған бір нәрсе айтайын ба? Бірақ бұл құпия. Аса, жай адам емес. Наз, ол менің қорғаушым. О, менің кез келген тілегімді орындаймын деді. Бірақ менің бірақ тілегім бар. Кішкентай. Ол оны орындамаймын деді. Орындай алмаймын деді. Ол қандай тілек еді? Дертінен айығу, жүгіру, секіру, еркін қимылдау. Жан қинаған мына азаптан құтылу. Осы оның жалғыз тілегі.
Meni ешкім түсінбейді. Түсінгісі келмейді. Мен шыңғырғым келеді. Шаршадым деп. Аза, мені көтерші. Көтерші. Назды үйіне өзім апарам. Мені аз апарады. Az апарады. Наз менің оны үйіне апарғанды қалып тұр. Оны ата-анасына аман есен жеткіз. Не айтып кетті, дым түсінбедім. Дегенмен масайғанда тіптен сүйкімді болып кетеді екен.